Бірыңғай жиынтық төлеушілері назар аударыңыздар. Сіздер үшін маңызды жаңалығымыз бар. 2024 жылдан бастап бірыңғай жиынтық төлем болмайды. Ендеше алдағы жылы мәміске қалай төлеу керек? Төлемнің бірнеше нұсқасы бар. Бірінші, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек, немесе мәміс жарналарын дербес төлеуші ретінде төлеуге болады. 2024 жылдың 1 қаңтарында алдыңғы 12 ай үшін төлемдері бар бірыңғай жиынтық төлеушілері, егер басқа санат бойынша мәміс жарналарын төлеуді жалғастырса, сақтандыру мәртебесін жоғалтпайды. Егер сізде 2024 жылдың 1 қаңтарында 23 жылдың кез келген айында қарызыңыз болса, онда сақтандыру мәртебесін жоғалтпау үшін оны төлеу керек, немесе болашақ 12 ай үшін төлем жасау қажет болады. Естеріңізге сала кетейік, 1 жыл бұрын алдын ала мәміс жарналарын төлеу тек дербес төлеушілер үшін қолжетімді. Ендеше мәміспен бірге болып, сау болыңыздар.